Сот жүйесіне талап күшейді. 100 нақты қадамда көрсетілгендей, азаматтардың сот төрелігіне қол жетімділігін жеңілдету үшін сот жүйесі инстанцияларын оңтайландыру қолға алынды. Енді халық электронды ақпараттық қызметтің көмегіне жүгіне алады. Осыған орай бүгін Алматы қалалық сотында жоғарғы соттың электронды сервистерін жылжыту пилоттық жобасы іске қосылды. Қолжетімділік, ашықтық және жариялылық. Осы бағытта жоғарғы сот онлайн режимде бірнеше электрондық қызмет түрін іске қосқан. Бірінші сот құжаттарымен танысу. Мұнда арыз беруші өзіне қатысты жеке деректермен сәйкестендіру нөмірін тереді. Ал одан кейін ұялы телефон немесе электрондық мекен-жайына келіп түскен логин мен құпия сөзді енгізеді. Нәтижесінде құжаттарды интернеттен көріп, көшіріп сақтауға мүмкіндік алады. Бұл оңтайландыру елбасы айтқан 16-шы қадамнан туындап отыр дейді ұйымдастырушылар. Нақты 100 қадамға байланысты ол жерде осы жұмыстарды одан ары қарай күшейту мәселесі қойылып отыр. Енді тура осындай мына сот кабинеті сияқты сервис бір елде бар екен, соны біз көшіріп алып келдік деп айта алмаймын. Әр ел өзінің заңына сәйкес, халқының мүмкіндігіне байланысты әртүрлі сервистер жасаған, бірақ толыққанды бір терезе арқылы жасау системасы бізде мына Қазақстанда қазір өзіміз жасап отырмыз. Енді екіншісі сот кабинеті. Бұл қызметке жүгінген азаматтар өтініш пен талап арыздарды, апелляциялық шағымдар мен өтініш хаттарды электронды түрде жіберіп, сотқа шақырту қағазы және хабарламаларды жылдам әрі тегін алады. Сот құжаттарының қозғалысы мен оның мәртебесін қадағалайды. Істің бүкіл тарихын қарап, сот актілері мен қаулыларды басып шығарады. Бұл жобаның енгізілгені 5 айдан асты. Осы уақытқа дейін тұрғындардан 150 мыңға жуық өтініш түскен. Бұл жоба екі жаққа теңдей болған жағдайда ғана жемісін береді. Әйтпесе тек сот органдарына тиімді болып, процеске қатысушылар сыртта қалса нәтиже жоқ. Алайда сервиске түскен мыңдаған өтінішке қарап, жобаның халыққа қол жетімді екенін көрдік. Қазір 260 мыңнан астам қолданушы бар. Бұл сан сәт сайын еселеніп келеді. Ең бастысы азаматтар қағазбастылықтан құтылады. Жаңа сервистер, іс жүргізу мерзімін электрондық бақылау, сот органдарының қызметкерлері мен процеске қатысушылар арасындағы байланысты барынша азайтады. 100 нақты қадамда аталғандай, бұл ақпараттық технология арқылы іс жүргізуді оңтайландырады, ашықтық пен қолжетімділікті арттырады, бюрократиялық кедергілерді жойып, сыбайлас жемқорлыққа жол бермейді. Азаматтардың алтын уақыты мен мемлекет қаржысын үнемдейді. Міне қазір Алматыда бұл тиімді электронды қызмет түрлері бойынша азаматтар мен заңды тұлғаларға арнайы оқудан өткен мамандар тегін тәжірибелік көмек беріп отыр. Әзірге мұндай кеңес беретін кабинеттер қаланың тек 9 сотында ғана бар. Алдағы уақытта елдің барлық аймақтарында ашу жоспарда тұр. Алматы Абдрахман, Талғат Бекпенбет, ұлттық арна.